Мына белсебеттің дөңгелегі біркелкі айналады. Сол сияқты адамның да қаны біркелкі айналу керек, яғни циркуляция заңы. Енді адамдағы қан дұрыс айналмаған жағдайда ол не үшін дұрыс айналмайды? В основном бізде вахтабектер, менен алтын қоңыз алатындар, бір ай вахтаға барады, бір ай үйіне келеді. Бір ай періседі, бір ай періспейді деген сияқты. Вот именно осындай моментте циркуляция бұзылады. Циркуляция бұзылу салдарынан сіздегі мүше әлсіздігі, мүшеңіздің тұрмай қалуы, жатып қалуы, тез бітіріп қою деген сияқты неше түрлі аурулар бірінен соң бірі шыға береді. Егер сізде осындай проблема болып жүрген болса, 40 штук алтын қоңыз алып ішуге кеңес беремін. Өздеріңіздің желанияларыңызға қарай. Енді бұны ішу үшін главный бүйрек өте таспамау керек, және асқазанда язва болмау керек. Сеніп, болды, мен алтын қоңыз халық еміне сеніп алып ішем десеңіздер, емделем деген ниеттеріңіз болатын болса, 877 257 14 19 WhatsApp-қа жазыңыздар. Ал егер ниеттеріңіз болмаса, вообще жазып қажет емес. Шынымен айтамын, өздеріңіз үшін ем қабылдайсыздар. Барлықтарыңызға ем болсын.